Сәлем достар, бүгін сіздермен кафе-ресторандарда көріп жүрген мантымызды жасап көреміз. Ұнтқымай жасамай жүредім, бірақ ерекшелігі бар екен. Басқа өзіміздің жасап жүрген мантыға қарағанда дәмі ерекше екен. Ал бисмиллах деп бастайық. Керегі су, тұз, жұмыртқа үшеуін жақсылап араластырып, қамыр елейміз. Қамырды төртке бөліп, бетін жауып тындырып қоямыз. Кезек мантымыздың ішіне салатын подливамызды дайындап аламыз. Оған керегі картошка, еттің ақ майы, пияз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз, кориандр, аздап зира қосып жібересіздер. Бәрін араластырып, сұйық май қосып дайындап қоямыз. Бір-бірден оқтаумен жайып, әдемілеп түйіп аламыз. Басында қолым үйренбей түйуге қиналдым, бірақ жайлап үйрендім. Бір сағатта пісіріп аласыздар. Енді әдем түймесем де қолдан келгенше бір сағатта пісіріп аласыздар. Піскенде үлкейеді екен, біраз үлкейеді екен. Дәмі енді подписаться болып лайк басып кеткендеріңізге үлкен рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.